Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін сіздермен компьютерлік технологиялар сабағының интернет және электрондық пошта тақырыбына тоқталатын боламыз. Кешегі сіздер тақырыпта компьютер желілерін, компьютердің түрлерін, тағы да интернетке қалай қосылу қажет екендігін үйретіп өткен болатынмын. Ал бүгін болса интернет және электрондық пошта туралы сөйлесетін боламыз. Ал кеттік, бастайық. Интернет дегеніміз не екен? Бір немесе бірнеше мемлекеттің аумағында орналасқан желілер ғаламдық немесе дүниежүзілік желілер деп аталады. Интернет миллиондаған компьютерлерді бір алып желіге біріктіретін, ақпаратқа шексіз қол жеткізу және түрлі адамдармен қатынас жасау мүмкіндігін ұсынатын дүние жүзіндегі ең үлкен және ең танымал желі интернет сөзі тікелей мағынасында халықаралық желі дегенді білдіреді. International Network сөзінен алынған аббревиатурасы. Интернет бұл дүние жүзіндегі компьютерлер мен серверлер жиынтығы, ал қол жеткізуге болатын ақпараттар көлемі тіпті бағалаудың өзі қиындап түседі. Интернетте ең соңғы жаңалықтарды оқып, ауа райы туралы мәлімет алуға, қандай да бір тауарға не ұшақ билетін тапсырыс беруге, аз ғана уақыт аралығында электрондық пошта арқылы хабарлама алмасуға және бейнеконференциялар өткізуге және тағы да басқа көптеген мүмкіндіктерді ұсынуға болады. World Wide Web интернет қызметінің бірі, World Wide Web қысқаша W3W, басқаша бүкіл әлемдік өрмек деп аталады. 3W-тегі ақпаратты гиперсілтемелер түрінде ұсынады. Басқа құжаттарға сілтемесі бар мәтін гиперсілтеме деп аталады. Гиперсілтемелер бір-бірімен байланысқан құжаттарды тез қарап шығуға мүмкіндік береді. Гиперсілтемелермен байланысқан құжаттар жер шарының кез келген жерінде орналасуы мүмкін. Мысалы, қазір экранда көріп тұрғандарыңыздай, жолбарыс бұл жерде гиперсілтемесі жоқ мәтін, ал мына жолбарыс бұл гиперсілтемесі бар. Егер де осыға басатын болса, әрине бұл жерде қазір гиперсілтеме қойылмаған, негізінде гиперсілтеме қойылса, ол жолбарыс туралы ақпаратқа алып бара алатын еді. URL адрес дегеніміз не екен? Әрбір веб құжаттың өзінің брендей мекен жайы, яғни Uniform Research Locator бар. Оны желіден осы мекен жай бойынша тауып алуға болады, яғни әрбір құжаттың мекен жайы арқылы тауып алуға болады. Веб құжатқа арналған URL-дің мысалында http www incas.kz. Мына бірінші бөлігіміз http 2 нүкте слэштеріміз бұл http гипермәтіннің тасымалдау протоколы, келесі атауы, ал мына үшік kz дегеніміз үшік домені. Үшік интернет желісіндегі ірі бөлігін белгілейді. Ол мемлекетті, Қазақстан, Россия, Украина, Ұлыбритания, ФР деген Франция, тағы да басқа әрбір мемлекеттің өзінің домендері бар. Немесе қызмет саласын, яғни .com коммерциялық ұйымдар, org коммерциялық емес ұйымдар үшін, еду білім беру қор көздерін арналғандығын білдіреді. Бұл URL адрестері бойынша мәліметтер еді. Кейін веб құжаттарға тоқталайық. Интернеттегі ақпарат веб құжаттар түрінде ұсынылады.
Веб-бет ол мәтіннен басқа форматтаудың арнайы командалары, суреттер, аудио, видео клиптер бар электронды құжат, веб құжат, сайт, интернет көзі, портал болуы мүмкін. Ортақ тақырыппен навигациямен, яғни ортақ URL мекен жайымен біріктірілген өзара сілтемелер көмегімен байланысып бір серверде орналасқан веб-беттер жиынтығы болып табылады. Ал енді сіздермен осы өте кең қолданысқа ие болған интернеттің зияны мен пайдасына тоқталайық. Қазіргі техника дәуірінде адамның күнделікті өмірі компьютермен өтеді. Компьютерсіз біз өз өмірімізді елестете алмаймыз қазіргі кезде, немесе біз қолымыздағы смартфон телефондарымызсыз елестете алмаймыз. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Компьютерге отырған кезде адам жай ғана отырмай әрине интернеттен пайдаланады. Қазір интернеттен өзіне керектігін бәрін таба аласыз. Тіпті интернетте отырып өзің керекті сатып алуға да болады. Мысалы, киім, тамақ, тағы да басқа бұйымдардың барлығын сатып алуға да болады. Бір мезетте сізге қажетті болған заттарды сатып алып, мәліметтерді, деректерді табуға болады. Әрине бұл пайдалы, бірақ әрбір заттың өз уақыты, өз орны болу керек. Ал қазіргі жастар күні түн сол монитордың алдында отырғандары да бар, әрине. Ол бір жағынан денсаулыққа әсер етіп, ал бір жағынан санаға әсер етеді. Кейбіреулер айтып жатады, интернетке отырсаң, бәрін білесің, бәрін хабардар болып отырасың деп. Ол да дұрыс, бірақ ол адамның өзіне байланысты. Ол жақсы бірдеңелер біліп жата ма, немесе ойын ойнап, немесе тағы да басқа социальный сайттарда отырады ма, оны әрине айта алмаймыз. Мысалы, қазіргі ата-аналар интернетті балаларына қосып беріп жатыр, әрине. Интернетсіз болмайды қазір. Әрбір сабақта да интернет жүктелуге, интернеттен алуға болатын тапсырмалар бар. Өзі білмесе де баланың көзі ашық болсыншы, білсін, оқысын деп. Ал бала болса, құр ойнаумен уақытын өткізеді. Ол сабақ жайында қалады. Қазір интернетте дені дұрыс ойында жоқ. Кілең, атыс, шабыс туралы ойындар өте көп. Осының барлығы әрине баланың санасына әсер етеді. Сондықтан компьютердің мониторына немесе өздеріңіздің смартфондарыңызды қолданып жатқанда өздеріңізге жарты сағаттан немесе ең ары кетсе 1 сағаттан көп отырмаймын деген мақсат қойыңыз керек. Өз жұмыстарыңызды орындап біттіңіздер ме? Әрине ол интернеттен шығып кетулеріңіз қажет. Зияны әрине азаннан кешке дейін балдардың өздеріне керекті және керек емес болған ақпараттарды алуы, ол ең үлкен зиян. Уақыттарını жоғалту студенттердің де, оқушылардың да, жас өспірімдердің де үлкен осы интернеттің зияны деп ойлаймын. Ал енді интернеттің тағы бір қызметі ол электрондық пошта. Электрондық пошта ағылшын тілінен email, electronic mail сөзінен алынған. Технология және оның қайта сілтеу бойынша ұсынылған қызметтері
және компьютерлік желінің үлестірілуі бойынша алған электрондық хабарламалар, соның ішінде ғаламдық хабарламалар болып есептеледі. Хабарлама жіберудің басқа жүйелерден айырмашылығы болып, кейінгі қалдырылған жүктеулер мүмкіндігі және дамыған жүйемен тәуелсіз пошталық сервер арасындағы қарым-қатынастар табылады. Электрондық пошта бұл интернетте бұл қызметті қамтамасыз етумен арнайы пошта серверлері айналысады. Сервер туралы айтылғанда, ол арнайы бөлінген компоненттері деп ұғуымыз керек. Серверде программалық жабдықтарды түсінуіміз мүмкін. Интернеттің бір тораптық компьютер бірнеше сервердің жұмысын атқарып, интернеттің әртүрлі қызметтерінің жұмысын қамтамасыз ете алады. Ол сонымен бірге есептеу техникасы құралдарына тән басқа да есептеулер жүргізумен әмбебап компьютер болып та қала береді. Тарату тізімі mail list болып есептеледі. Бұл белгілі бір тақырып бойынша ақпарат жинайтын және оларды жазылушыларға электрондық пошта хабарламалары түрінде тарататын арнайы тақырыптық серверлер болады. Енді электрондық пошта атауына келіп тоқтайық. Егер Европада, Америкада және басқа аймақта emailдің жазылу іс жүзінде бір нұсқалы болса, ол орыс тілінде недәуір нұсқалы қатысады. Email кирилл мәтіндерінде неғұрлым жиі қолданылады, яғни латынша жазылу транскрипциясыз басқа формдардың визуалды түсініктері, бірақ басқа жазуларда кездесуге болады. Электронды пошта, mail, пошта қысқаша сөздікте дұрыс жазылуы әлі бекітілген жоқ. Грамота.ру анықтамалық бюросында мой компьютер сөздігінде email және email деп жазылуы ұсынылған. Бірақ мұнда жазылу әдеби нормаға сәйкес келмейді делінген. Сонымен қатар басқа жауапта email ағылшынша жазылу ұсынылған. Электрондық поштаның пайда болуы 1965 жылға жатқызуға болады. Осы жылы Массачусетс технологиялық институтының МИТ институтының қызметкері Ноэл Моррис және Тован Блэк, ол Contrabuild Thames Sharing System операциялық жүйесіне арналған mail бағдарламасын жасады осы екеу, Ноэл Моррис пен Тован Блэк. Ал бұл бағдарлама IBM-нің 7094 компьютерінде орнатылды. Электрондық пошта жүйесі 3 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі бұл қолданушы агенті. Әрбір тұтынушыға мәліметтерді оқуға және жаңасын құрастыруға мүмкіндік береді. Тұтынушыға мәліметтерді оқуға және жіберілетін пошталық хабарларды құрастыруға мүмкіндік беретін программалар жиыны қолданушы агенті деп аталады. Тасымалдау агенті бұл мәліметтерді бір компьютерден екінші компьютерге жеткізеді. Тасымалдау агенті поштаны қолданушы агенттерден қабылдап алып, оны алушылардың адрестеріне анықтап, мәліметтерді ары қарай тасымалдау мақсатында басқа компьютерлерге жеткізуді қамтамасыз ететін программалар жиынтығы. Ал электрондық пошта жүйесінің үшінші бөлігі бұл жеткізу агенті. Мәліметтерді оны алушының пошта жәшігіне салып кетеді. Жеткізу агенті поштаны тасымалдау агенттерінен қабылдап алып, оны тиісті пайдаланушыларға жеткізетін программа тобы болып есептеледі. Ал енді электронды поштаның қарапайым пошта қызметінен айырмашылығы неде екен?
электрондық пошта арқылы тасымалданатын мәліметтердің жылдамдығы минут пен сағат бойынша өлшенеді. Кез келген құжат хабарын немесе мәтіндік бір уақытта бірнеше адреске жіберуге болады. Келген мәліметтерді қолданушы оқығанға дейін сақтауға болады. Оқып болғаннан кейін де сақтап қалуға болады. Яғни электрондық поштаңызда әрбір келген мәлімет сақталып тұрылады. Мәліметтерді жөндету тәулік бойы немесе алдын ала белгіленген уақыт бойынша іске асады. Электрондық пошта бойынша қабылданған мәліметтерді дискте сақтауға, оны өңдеуге және қажет мөлшерде принтерден басып шығаруға болады. Бұл электронды поштаның қызметінің артықшылықтары деп атасақ та болады. Электрондық поштаның адресі тұтынушы аты, собачка домен аты, мысалы altnay@mail.ru. Собачка символы тұтынушы аты мен домен атын айырып тұратын белгі. Орыс тілінде мұны көбінесе күшік собачка деп атайды. Домен дегеніміз собачка таңбасының оң жағында орналасқан және абоненттің орналасқан тұрағын анықтайтын сөз болып есептеледі. Электрондық поштамен жұмыс істеуге арналған танымал программалар бұл интернет мейл, Outlook Express, тағы да басқалар жатады. Хатпен бірге файлдарды тіркеп жіберу қажеттілігі жиі туады. Ол үшін хатты жазып болған соң скрипка кнопкасы вставить файлды басып, дисктен қажетті суретті, деректерді, программа немесе файлды тауып, оны 2 рет басу керек. Мекен-жай программасы тек электрондық адрестердің тізімін құру ғана емес, сонымен қатар абонент туралы басқа мәліметтерді, оның үй және жұмыс телефон, жұмыс орнының қызметтерін, пошталы адресін, өзіне қажетті комментарийлерді енгізуге болатындай етіп жасалған. Электрондық поштаның ең үлкен қызмет провайдерлері, қызмет жеткізушілері бұл Yahoo, Gmail, MSN болып есептеледі. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сұрақтарыңыз болса, Платонсқа қойып жіберсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.